Barchaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlarмен sport жаңалыктары videoni boshlamas burun arnaga tirkelib videoga like bosуды unutmаңыздар. Ең соңғы жаңалыктар тек қана bizde bo'ladi. Жәнібек Әлемханұлы Астанадағы жекпе-жек алдынан өзгеше шешім қабылдады. Орта салмақта IBF және WBO чемпионы Жәнібек Әлемханұлы 5 сәуір Астанада франциялық Ануэль Нгамесинге қарсы жекпе-жек өткізеді деп хабарлайды. Жәнібек титулдарын қорғар алдынан бапкер ауыстырыпты. Брайан Виллор мен Бадди Макгрегордың орнына енді ол Марко Контрераспен жаттығады. Әйгілі промоутер Канело үшін ең қауіпті қазақ боксын атанды. 5 сәуірге тас түйін дайынмын. Қазір басқа бапкерге келдік. Қазіргі қазақ стилін үстіне мексикалық стилді де қосып алайық деп. Жалпы мен тоқтап қалған жоқпын. Өйткені тоқтап қалсаң болды, жеңілесің дейді Жәнібек. Неге Жәнібек фаворит? Тәжірибе мен деңгей. Жәнібек жоғары деңгейде қарсыластармен кездесіп, әлем чемпионын атағын бірнеше рет қорғаған. Күшті техника. Ол рингте өте тактикалық дәл соққылармен және қорғанысмен ерекшеленеді. Үйдегі жекпе-жек Жәнібек өз жанкүйерлерін қолдауын ие болады. Ануэль Нгамесинге осал қарсылас емес, бірақ оның деңгейі Жәнібекке қарағанда төмендеу. Сондықтан қазақстандық боксшымыздың жетуі мүмкіндігі жоғары. Сіздермен спорт жаңалықтары болды. Арнаға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең соңғы жаңалықтар тек қана бізде болады.